Сынарма балалар, математика сабағымызды бастаймыз. 45-ші сабақ, сабақтың тақырыбы пысықтау. Оқулықтағы бірінші тапсырмаға қараймыз. Өрнектерді жаз және олардың манын тап. Сонда сен тарихи мәдени ескерткіштер қайдан табылғанын білесің. 25.000 мен 5 сандарының көбейтіндісінен 363.000 мен 30 сандарының бөлінісін азайту керек. 25.000-ді көбейтеміз 5-ге, 125.000. 363.000-ды бөлеміз 30-ға, 12.100 болады. 125.000-нан 12.100-ді азайтқан кезде 112.900 шығады. Бұл Бестерек Шығыс Қазақстан облысындағы табылған тарихи мәдени ескерткіштер. 18.000 бөлу 6 қосылған 600 көбейту 60. 18.000-ды 6-ға бөлеміз 300, 600-ді көбейтеміз 60-қа 36.000. 36.000-ға қосамыз 300-ді. Сонда 36.300 болады. Бұл Есік қорғаны Алматы облысындағы тарихи мәдени ескерткіш. 35.000-ді көбейтеміз 2-ге, бөлеміз 100-ге. 35.000-ды 2-ге көбейткенде 70.000, 70.000-ды 100-ге бөлген кезде 700. Яғни бұл Тамғалы тас шатқалы Алматы облысындағы тарихи мәдени ескерткіштер. Екінші тапсырмаға қараймыз. Екінші тапсырмада топтық жұмыс есепте дейді. 835 көбейту 500 теңдігі 417.500. 542.000 көбейту 600 теңдігі 325.200. 200 көбейту 748 теңдігі 149.600-ға тең. 300 көбейту 619 теңдігі 185.700. 378.800-ді бөлеміз 600-ге, теңдігі 623. 285.500-ның 500-ге бөлінісі, теңдігі 571. 819.900-ді бөлеміз 900-ге, тең 911-ге. 837.000 бөлу 600 теңдігі 1395. Мысал 3-ке қараймыз. Есепте 540 көбейту 300 теңдігі 162.000. 640 көбейту 800 теңдігі 512.000. 350 көбейту 900 теңдігі 315.000. 3200 көбейту 40 теңдігін балалар тауып көрейік. 56.700 бөлу 90 теңдігі 630. 126.000 бөлу 60 теңдігі 2100. 250.000 бөлу 400 теңдігі 625. 431.000 бөлу 500 теңдігі 862. 44.100-ді бөлеміз 700-ге. Теңдігін балалар өзіміз тауып көрейік. Енді мысал 4 тиімді тәсілмен есепте. 1251 көбейту 4 көбейту 5 теңдігін табамыз. Яғни 1251 4 пен 5-дің көбейтіндісі 20-ға. Сонда 25.000 20 болады. 5 көбейту 3142 көбейту 4. Бұл жерде теңдігі 105.160-ға тең. 2452 көбейту 2 көбейту 5. 2452. 2-ге 5-ті көбейтеміз 10. Көбейткен кезде 24.520 болады. 21.032 көбейту 5 көбейту 6. 5 пен 6-ны көбейтіп 30 көбейтеміз.
21.032-ге теңдігі 630.960-ға тең. 96.300 бөлу 3 көбейту 3. Жақшаның ішіндегі 3-ті 3-ке көбейтеміз 9. 96.300-ге бөлеміз. Теңдігі 10.700. 15-ті көбейтеміз 2-ге, көбейтеміз 12.113-ті. Теңдігі 360.390-ға тең. 9.810 бөлі 3 көбейту 30. Жақшаның ішіндегі 3 пен 30-ды көбейтіп аламыз 90. 9.810-ға 90-ды бөлеміз. Теңдігі 109-ға тең. 3021 көбейту 2 көбейту 5. 2 мен 5-ті көбейтеміз 10. 3021-ге 10-ды көбейткенде 30.210 болады. Мысал 5-ке қараймыз. Бізге кестелер берілген. Қандай шамалар белгісіз, оларды қалай табуға болатынын түсіндір. Бірінші жылдамдығы 5 км, уақыты 2 сағат, арақашықтықты тап. Арақашықтықты табу үшін, яғни жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. 5 км сағатты көбейтеміз 2 сағатқа, сонда арақашықтығы 10 км болады. Екінші жылдамдығы 60 км сағат, уақыт белгісіз, арақашықтығы 480 км. Яғни уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. 480 км-ді 60 км сағатқа бөлеміз. Сонда 8 сағат болады. Үшінші арақашықтығы 480 км, уақыты 12 сағат, бізге жылдамдығы қанша км сағат екені белгісіз. Яғни жылдамдықты табу үшін арақашықтығы S бөлеміз уақытқа. В тең S бөлу T. 480-ді бөлеміз 12-ге. Сонда жылдамдығы табылады. 480-ді 12-ге бөлгенде 40 км. Ол 40 км жүрген. 6-шы есепке қараймыз, балалар. 6-шы есептің астында бізге музейде 20 шкафтың әрқайсында 7 сөреден бар. Әр сөреге 50 жәдігерден қойылған. Музейде барлық қанша жәдігер бар дейді. Яғни бір шкафта 7 сөре бар. Бір сөреде 50 жәдігер бар дейді. Енді 20 шкафта қанша сөре бар екенін табу керек. Яғни бірінші шкафта және бірінші сөреде 50 жәдігер болса, барлығы қанша жәдігер екені белгісіз. 20-ны көбейтеміз 7-ге. 140. Енді 140-ты көбейтеміз 50-ге. Бізде бір сөреде 50 жәдігер бар. Енді барлық қанша жәдігер барын табу үшін, яғни 140-қа 50-ді көбейтеміз. 7000 жәдігер. Сонда барлығы 700, музейде 700 жәдігер бар. Олар есеп 7-ге қараймыз. Қанша су моншақ жұмсалатынын есептеуге көмектес. Ұлттық киімдерді безендіру үшін шеберлер әрқайсында 1460 су моншақ бар. 30 қорап жұмсады. Оларда әлі әрқайсында 1400 су моншақ салынған 20 қорап бар. Шеберлерге барлығы қанша су моншақ қажет болады. Яғни 30 қорапта 1460 су моншақтан, 20 қорапта 1400 су моншақтан. Барлығы шеберлер қанша су моншақ қажет болатыны белгісіз. Яғни 1460-ты 30-ға көбейтеміз. 30 қорапта 1460 су моншақтан 43800 су моншақ бар. Енді 20 қорап 1400 су моншақтан қанша су моншақ бар екен табу үшін 1400-ді 20-ға көбейтеміз. 28000. Сонда 30 қорапта 43800 су моншақ бар. 20 қорапта 1400-ден 28000 су моншақ бар. Барлығы 71800. Сонда жауабы шеберлерге барлығы 71800 су моншақ қажет болады. Олар мысал 8-ге қараймыз. Тиімді тәсілмен есепте ұқсас тапсырмалар құрастыр дейді. 450 көбейту жақша ашылған 2 мен 7-ні көбейтіндісі жақша жабылған. Тиімді тәсілмен есептейміз. Жақша ашылған 450-ді 2-ге көбейтіп, жақша жабылған көбейту 7. 450-ді 2-ге көбейтсек 900, 900-ді 7-ге көбейтсек 6300.
Екінші, 720 көбейту жақша ашылған, 9 пен 2-ні көбейтіндісі жақша жабылған, тең. 720 жақшаның ішіндегі 9 пен 2-ні көбейтіп аламыз, 18. 720-ны 18-ге көбейткенде 12960. Үшінші, 17 көбейту 2, көбейту 8, көбейтілген 125, тең. 17 көбейту 2, көбейту жақшаның ішінде 8, көбейту 125. 17-ні 8-ге көбейтеміз, жақшаның ішінде 8-ге 125 қоссақ 250, көбейткенде 34 000 болады. Және осыған ұқсас есептер құрастырып көр дейді. Мысалы 630 көбейту 8, көбейту 50 деп алатын болсақ, 630 8 пен 50-ді көбейтсек 400 болады. 630-ға 400-ді көбейтсек, теңдігі 252 000. Олар мысал 9-дың А бағанына қараймыз. Бізге есептеу тәсіліне қара, 11 101 1001-ге көбейту ережесін құрастыр дейді. 32-ні көбейтеміз 11-ге, тең. 32 көбейту жақша ашылған 10 қосу 1, жақша жабылған, тең. 32-ні 10-ға көбейтеміз 320, қосамыз 32 көбейту 1, 32-ге 1-ді көбейтсек 32, 320-ға 32-ні қоссақ 352. 32-ні көбейтеміз 101-ге, 32 көбейту жақша ашылған 100 қосу 1, тең. 32-ні 100-ге көбейтсек 3200, 32-ні 1-ге көбейтсек 32, 3200-ге 32-ні қосамыз 3232. 32 көбейту 1001, тең. 32 көбейту жақша ашылған 1000 қосу 1. 32-ні 1000-ға көбейтеміз 32 000, 32-ні 1-ге көбейтеміз 32. 32 000-ға 32-ні қосқанда 32 032 болады. Енді 9-дың әсіне қарайық. 9-дың әсінде 23 көбейту 11. Әртүрлі тәсілмен есептеп көр. 23 көбейту 10. 230, оған қосамыз 23-ті. 253. 23-ті көбейтеміз 101-ге. Тең. 23-ті көбейтеміз 100-ге. 2300, оған қосамыз 23-ті. 2323. 16-ны көбейтеміз 11-ге. 16-ны 10-ға көбейтеміз 160, оған қосамыз 16-ны. 176. 16-ны көбейтеміз 101-ге. 16 көбейту 100, 1600, қосамыз 16-ны. 1616. Ары қарай өзіміз есептерді шығарып көрейік. 10-ші тапсырмаға қараймыз. Ойлан және жауап бер. Достар ішінде бірдей 9 мәнет бар қорап тауып алды. Оның ішінде хат бар екен. Онда былай деп жазылыпты: кір тасты пайдаланбай, табақшалы таразының көмегімен осы 9 мәнеттің ішінен бір жалған мәнетті тап. Мұны 3 рет өлшеу арқылы орындаңдар. Жалған мәнет басқаларына қарағанда ауырлау. Олар қандай іс-әрекет жасады деп ойлайсыңдар? Бірінші рет өлшеу. 4 мәнет пен 4 мәнетті өлшейміз. Егер екеуі тең болса, жалған мәнет жалғыз тұрған 9-шы мәнет болады. Егер екеуі тең болмаса. Ал екінші рет өлшеу арқылы ауыр болған 4 мәнетті таңдаңыз. Оларды 2-2-ден өлшейміз. Ауыр 2 мәнетті таңдаймыз. Үшінші рет өлшеу. Бұл ауыр 2 мәнетті бір-бірден қойып өлшейміз. Ауыр мәнет бұл жалған мәнет болып табылады. Мысал 11-ге қараймыз. Үй тапсырмасын аламыз. 53.600-ді бөлеміз 80-ге. Теңдігі 670. 5150-ді бөлеміз 50-ге. Теңдігі 103. 44.820-ны бөлеміз 30-ға. Теңдігі 1494. 75.600 бөлеміз 9-ға. Балалар, теңдігін өзіміз жазып шығарып көрейік. Сендер де дұрыс есептеп шығарттар деп ойлаймын. 4800-ді бөлеміз 600-ге.
31.500-ді бөлеміз 700-ге. Теңдігін өзіміз шығарып үй тапсырмасын орындайық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.